Сәлем баршаңызға достар, бүгін сіздермен духовкасыз және де миксерсіз бір ғана жұмыртқадан өте нәзік әрі жұмсақ торт жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі бір жұмыртқаға қойылатылған сгущенкамызды саламыз. Және де жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Миксердің қажеті жоқ. Жай ғана венчикпен жақсылап араластырып, содан соң үстіне разрыхителімізді саламыз. Ванилинді саламыз. Ванилин қоспаса да болады, бірақ ванилин өте ерекше дәм береді. Ұнымызды алдын ала ұн илегішпен өткізіп, аз-аздан осылай сала отырып, венчикпен араластырып, содан соң қолымызбен қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Негізі 300 грамм сгущенкаға шамамен 500 граммдай ұн кетті. Егер сгущенкаларыңыз кішкене сұйықтау болса, одан көп ұн кетуі мүмкін. Ол сіздің сгущенканың қою немесе сұйық болуына байланысты әртүрлі ұн кетеді. Менікі қою сгущенка болғандықтан шамамен 500 граммдай ұн кетті. Қолға жабыспайтындай қамыр илеп 5 минутқа демалдырып қоямыз. 5 минут уақыт өткен соң қамырымызды теңдей 10 бөлікке бөлеміз. Осы қамырларымызды қолдарымызбен дөңгелектеп, барлығын біркелкі етіп шығамыз, және де осы қамырларды мүмкіндігінше өте жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Кішкене ғана ұн сеуіп, жұқа етіп жайып шығамыз. Бұл торттың корждары жұқа болғандықтан өте жылдам піседі. Сол себепті мен алғашында барлық қамырларымды дәл осылай жайып дайындап алдым. Барлығын осылай жайып, үйіңізде кез келген дөңгелек формамен кесіп алсаңыздар болады. Менің формамен шамамен 24 диаметрлік формаға осылай үстінен қойып, пышақтың көмегімен дөп дөңгелек етіп кесіп алдым. Артық қамырларды алып, келесі қамырға қосып, дәл солай жайып шықтым. Барлығы менде 10 корж шықты. Барлық корждарды дәл осылай жұқа етіп, жайып, алдын ала дайындап алдым. Міне біздің корждарымыздың барлығын жайып дайындап қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа болып шықты. Осы уақытта табаны алдын ала қыздырамыз. Табаға ешқандай май құймай, орташадан кішкене төмен отқа қойып, қамырымызды салып, қақпағын жауып, екі бетін қызартып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Өте жылдам піседі жұқа болғандықтан. Алғашында торттың корждары қатты болуы мүмкін, бірақ креммен жағып, кішкене 1 сағатқа қалдырған соң корждарымыз өте нәзік болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осылай барлық корждарды пісіріп, крем жасауға кірісетін боламыз. Бұл тортқа кез келген кремді қолдансаңыздар болады, қыздар. Мен өзім осындай үйде қалып қойған сливки, творожный сырлармен крем-чиз жасадым. Творожный сырға сахарный пудра салып, ең алғашында бір келкі болғанша жақсылап миксерлеп алдым. Содан соң 33-34% сливкиді салып, тағы да миксерлеп, қою крем жасап алдым. Дәл осы кремді жасау міндетті емес, қыздар. Кез келген үйіңіздегі бар заттармен крем жасасаңыздар болады. Заварной крем қолдансаңыздар да болады, немесе қаймақпен сгущенканы араластырып сметанный крем жасасаңыздар болады. Қаймақпен қантты араластырып жасасаңыздар да болады. Кез келген крем жарай береді. Менің кремім дайын болды. Енді корждарды жинайтын боламыз тортымызды. Корждарымызда пісіп, әдемі бір келкі болып шықты. Әр торттың арасына 2 ас қасықтан салып, тортымды жинадым. Бұл торт кішкене жарты сағат немесе 1 сағатқа қалдырып қойсаңыздар, кремімен үйлесіп, бір-біріне сіңіп, өте дәмді әрі жұмсақ әрі нәзік торттардың бірі болып шығады. Осылай тортымды жинап, бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер де болады. Осымен біздің тортымыз дайын. Мен 1 сағатқа қалдырып, содан соң сіздерге кесіп көрсеттім. Өте керемет әрі нәзік болып шықты. Дәміне деген енді сөз жоқ. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де өз пікірлеріңізді төменге жазып қалдырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.